Баршаңызға сәлем. Бүгін екі ақ затпен кеспе көже жасаймыз. Оған жұмыртқа және ұн қажет болады. Жұмыртқаны бірінші тостаққа салып аламыз. Ақырындап ұнды себелеп араластырамыз. Осылайша алақандай етіп иелеп аламыз. Ию қануға 10 минутқа қоямыз. 10 минутымыз өтті. Енді қамырымызды жаямыз. Жұмыртқаға иленген қамырымыз осындай сап-сары әдемі болып шығады. Қамырымызды дөңгелек етіп жайып аламыз жұқа қылып. Видеода көріп тұрғандарыңыздай оқтауға орап алып шақпен кесеміз. Және одан ары қарай барлығын шаштай етіп, жұқа етіп, бір қалыпты кесіп аламыз. Осылайша әдемі етіп кеспе көжеге арналған кеспеміз кесілді. Дәмді, өте әдемі болып шығады. Көжемізге қажетті заттар: ет, 2 картоп, 1 сәбіз, 1 пияз, 1 болгарский және тұз. Қазанымызға алдын ала су құйып дайындап аламыз. Қайнаған кезінде етімізді саламыз. Етіміз қайнады, сәбіз, пиязды, болгарский картошканы саламыз, тұз саламыз. Пісіңкіреп қалған уақытта қолдан кесілген кеспемізді саламыз. 3-5 минуттың ішінде піседі. Мінекей менің кеспе көжем дайын болды. Бетін әрлеп укроп, петрушка, пияз қоссаңыздар болады, немесе айран қоссаңыздар өте дәмді болады. Ас болсын. Сіздермен болған Меруерт Есеналықызы. Комментарий жазып, лайк басып, менің каналыма жазылыңыздар.